О, Стеги, сәлем. Мен сені байқамаппын да. Мен осында 10 минут тұрып сені бақылап тұрым. Сенде өзі бәрі дұрыс па? Менде бәрі жақсы. Тек Стелла маған ренжіген сияқты. Қандай Стелла? Мұнда ешкім жоқ қой? Бұл өсімдік. Бүгін отырғыздым. Мен оны ана ағаштың қасынан таптым. Одан әдемі гүл немесе ағаш өсет деп ойлайым. Атын Стелла деп қойдым. Қатырасың. Бір түсініксіз, белгісіз тұқымды тауып оған ат қоясың. Қызықсың сен осы. Ал одан кактус өссе ше. Стелла деген кактус. Тыныш, неге сонша шулайсың? Стелла, назар аударма. Стеги ақымақ. Оның миы өте кішкентай. Мен бе ақымақ? Ол сен әдепсізсің. Досыңды бейтаныс өсімдіктің алдында қалай ақымақ деуге болады? Назарың ал. Стегозаврлардың бір емес, 2 миы бар. Мен физикалық тұрғыдан ақымақ бола алмайм. Қызық. 2 миды осындай кішкентай басқа қалай сыйғызасың? Баста 1 ми бар, ал екіншісі басқа жерде орналасқан. Қайда екенін білесің бе? Ешқашан болжай алмайсың. Арт жағында, яғни құйрықта, және ол негізгісі боп саналады. Қалай сонда? Бұл рас па? Мен мұны неге білмегем? Сен мені шынымен таңғалдырдың, Стеги. Ал сен менен сұрадың ба? Мен туралы ештеңе білмей тұрып, мазақ қыласың. Кешірші, қатты уайымдағаным сонша өзімді дөрекі ұстадым. Маған ренжіме. Сен менің жан досым екеніңді білесің ғой. Достасамыз ба? Ал сен бұл мимен не ойлап жүрсің? Стеги, құйрығыңмен ойлау қалай екен? Ол маған тепе-теңдікті сақтауға көмектесер. Стелла, естідің ғой? Менің ерекше досым бар. Тағы да Стелла дейді ғой. Балалар, сендерге қызықты ойын дайындап қойдым. Сендер ойын ойнауға дайынсыңдар ма? Тамаша. Ендеше бірінші ойын санның құрамына байланысты екен. Сендер сандардың құрамын жақсы білесіңдер ме? Соны тексерейік. Қараймыз балалар. Бірінші құмырада бізде неше гүл бар? Санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Неше гүл бар екен? 9. Сонда құмырада қандай сан жазылып тұр? 9. 9 санның құрамын есімізге түсірейік. 4-ке нешені қосамыз? Яғни жапырақтарға біз жазуымыз керек. Дұрыс айтасыңдар. 5. 5 пен 4-тің қосындысы 9-ға тең. Келесі 6. 6-ға нешені қосамыз? Дұрыс таптыңдар. 3. 6 мен 3-тің қосындысы 9-ға тең. Келесі 1. Я, 8 пен 1-ді қоссақ 9 болады. Жақсы. Келесі балалар, құмырада қандай сан жазылып тұр? 10. Сонда гүлдердің саны нешеу? 10 екен. Кәне 10 санның құрамын айтайық. 8 пен нешенің қосындысы 10-ға тең? Жақсы. 2. 8 пен 2-нің қосындысы. Келесі 5-ке нешені қосамыз 10 болу үшін? Дұрыс таптыңдар. 5 пен 5-тің қосындысы. Келесі бұл қандай сан? 7. 7-ге нешені қосамыз? Я, дұрыс айтасың. 3. 7 мен 3 санның қосындысы 10-ға тең екен. Тамаша. Енді балалар, сендер екінші ойынға көшеді екенбіз. Кәне, бұл ойында балалар фигуралар берілген. Осы фигураларды бірінші атап шығайық, олардың түстерін айтайық, және бос орынға біз қай фигураны қоюымыз керек? Соны табайық. Бірінші шеңберде қандай фигура? 3 бұрыш. Түсі қандай? Көк.
келесінде балалар бізде қандай фигура? Иә, тік төртбұрыш немесе шаршы десек те болады. Ол қандай түсті? Жасыл. Келесі дөңгелек сары түсті. Келесі бізде балалар шаршы сары түсті. Көк түсті шеңбер, үшбұрыш жасыл түсті. Келесінде бізде дөңгелегіміз жасыл түсті. Үшбұрышымыз қандай түсті? Сары түсті. Енді бұл орынға біз қандай фигураны қоямыз? Ойластырып көріңдер, қандай фигура жетпейді? Иә, дұрыс айтасыздар. Шаршының фигурасы жетпейді екен. Ал оның түсі қандай болу керек? Таңдайық. Бірінші номерде дөңгелекті қоямыз ба? Жоқ. Екінші номерде сары түсті шаршымыз тұр. Осыны қоямыз ба? Жоқ. Не себепті? Бізде сары түсті үшбұрышымыз бар. Біз басқа түсті таңдауымыз керек екен. Келесі төрттегі қарақ балалар үшбұрышты қоямыз ба? Жоқ. Бізде үшбұрыш бар екен. Енді келесі балалар бізде жасыл түсті әлде шаршыны қоямын ба? Жоқ. Жасыл түсті бізде дөңгелегіміз бар. Мүмкін жасыл түсті үшбұрыш қоямын ба? Жоқ. Бізде жасыл түсті фигурамыз бар екен. Сонда бізде қай фигура қалды? Қарайықшы. Көк түсті шаршымыз қалды. Яғни бос орынға біз көк түсті шаршымызды қоямыз. Бұл 5-ші номерде екен. Сонда бізде жасыл, сары және көк түсті де болады екен. Тамаша. Балалар, геометриялық фигураларды тағы бір рет естеріңе түсіріңдер. Бұл фигуралардан басқа тағы қандай фигураларды білесіңдер? Соларды атап шығыңдар және олардың суреттерін салып көріңдер. Жарай ма? Менің бүгінгі сендерге дайындаған ойыным ұнады ма? Жақсы ұнаса, мен өте қуаныштымын. Стеги, не әкелдің? Бұл тұқымдар, сенің Стеллаң жалықпау үшін достар әкелдім. Және өсімдіктерді қалай отырғызу керектігін саған көрсеткім келеді. Мен дұрыс емес деп жатырмын ба? Трицы, сен жақсы доссың, бірақ өсімдіктерді отырғызу туралы ештеңе білмейсің. Стелланың қандай өсімдік екенін де білмейсің. Ал бейтаныс тұқымды септің. Жарайды, бірақ оны жарты күнде 10 рет суарудың не қажеті бар? Осылайша ол өліп қалуы мүмкін. Стелла, өлме, мен оған төзе алмайым. Күніне 1 рет суару жеткілікті. Оны қанекей күнге қояйық. Стеллаға жарық пен жылу керек. Неліктен сен оны мазалайсың? Ол 3-ші күні ғана көтеріледі. Солай ма? Мен бірден өсет деп ойласам. Сен сондай қызықсың. 3 күнге қалдырайық, не болатынын көреміз. Бізде тағы қанша тұқым бар? Санап көрейік. Қош бол, Стелла. Мен сені сағынатын болам. Бірақ жақында кездесеміз. Сонымен, Стеги, бізде не бар? Мінеки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ақ желкен. Енді 10 санның құрамына тап, азайтуға 2 мысал келтір. 11 мен 9 немесе 9 бен 1. 8-ге 2-ні немесе 2-ге 8-ге де 10 шығады. Содан кейін 3 пен 7, 7 және 3, тағы 10. 4 пен 6 немесе 6 мен 4. 5 пен 5 қалды. Әрқашан болады 10. Енді азайту мысалдарын жасау ғана қалды. 10-нан 3-ті азайтса 7 шығады. Ал екінші мысал 10-нан 6-ны алса 4-ке тең болады. Математикаң жақсы. Түскі ас ішіп алайық. Сосын тұқымдарды отырғызып бастаймыз. Сен қандай тұқым әкелдің?
Мен тек ақжелкенді ғана білем. Акация мен папоротник әкелдім. Менің сүйікті гүлдерім.